Шоу-бизнесте жаңа тренд пайда болғандай, соңғы кезде өнер адамдары тек сахнада емес, енді ұстаз ретінде де өз бағытын сынап жүр. Бірі мұны кәсіби тәжірибе бөлісу десе, енді бірі жаңа табыс көзі ретінде бағалайды. Осы бағытта мектеп ашқандардың бірі Әбілмансұр Серіков. Мен өзім осындай жауапкершілік алғаннан кейін, ол жауапкершілікті ары қарай алып кетуім керек болғандықтан, мен өзім сабақты беремін. Басқасына мен ештеңе дей алмаймын. Біреулерге солай ыңғайлы шығар бәлкім, бірақ маған осылай ыңғайлы. Алайда бұл бастама бірден қоғам талқысына түсті. Әсіресе жас актер Рауан Ахметовті сенімді серіктес ретінде таңдауы көпшіліктің күмәнін күшейтті. Тәжірибе жетіспейді деген пікірлер де айтылды. Ал Рауан мырза ұстаздыққа ерте деп сөгетіндердің сөзіне етім үйреніп кеткендей. Енді айта береді ғой адамдар. Дегенмен сөздің де жаны бар ғой. Мынау кішкентай деп уайымдайды ғой, мынау кішкентай болып қайдан білсін деп. Мен бар білгеніммен бөлсем, дұрыс та дұрыс емес деп айта алмаймын. Ондай пікірлер болу керек қой. Бола берсін. Қалай болғанда да бұл бастаманың нәтижесі уақыт еншісінде. Әйтеуір сенген қойым сен едің деген өкінішті жағдай орын алмаса болғаны. Дегенмен жұлдыздар мұндай ортаның қажеттігін жоққа шығармайтын көрінеді. Негізі өздеріңіз де білесіздер, күннен күнге Қазақстанда қазақша кино қарқынды дамып жатыр. Ал бұндай мектептер міндетті түрде қажет. Кино, қазақша кино көп болған сайын, осындай мектеп көп болған сайын сұрыпталып ең күштілер қалады. Айтпақшы, жақында ғана жары Гүлиямен бірге екенін ресми түрде жариялаған Әбілмансұр мырзаның өмірлік серігі де өнерден алыс емес. Алайда актер ғашығының бұл салада белсенділік танытқаннан гөрі өз жанында тек қолдау білдіріп жүргенін қалайтын сыңайлы. Бере алмайды-ау, себебі енді ол кісіде енді ондай сабақ беретінде білім жоқ қой. Сондықтан да енді ол кісіге әлі ертелеу. Жалпы мектеп ашу мәселесі бұған дейін де дауға арқау болған. Танымал есімдердің атын пайдаланып, түрлі курстар ұйымдастырғандар да кездесті. Тәуекелге бел буып, жүгі ауыр бастаманы арқалаған Әбілмансұр Серіков мақсатым бет-бейне болу емес, кәсіби мамандар дайындау дейді. Қобыланы шақырдым, міндетті түрде, ол да мен досым, бауырым ғой, ол сыртта күтіп тұр уже, қобалжып. Мұғалімдікке ол енді басқа қалада ғой. Мен ол Астанада, мен Алматыда болғаннан кейін өкінішті сол болып тұр. Бірақ мен оған сені тапсырмас едім десең. Қалжың. Кімнің еңбегі нәтижелі болатынын уақыттың өзі көрсетері анық. Ұстаздан шәкірт озар демекші, оқушыларыңыз отандық фильмдермен шектелмей, болашақта Голливуд төрінен көрінсін деп тілейміз.